Sonda mаған TikToktан осыны көрсетеді ғой. Данияр Мырзаның осы эпилепсия, аутизм, ДЦП туралы айтып жатқан видеосы алдынан шығады. Сөйтем де соны сақтап кетемін де, ертесіне звондасам, ол менің спонсорым болып шықты. Ол кісі Алакөлде тұрады, мен Шымкентте тұрамын. Енді TikToктың құдіретін қарамайсыз ба? Барлығын Алла тағала бір-біріне себепкер қылып әкеліп тұр ғой. Мен көп ойланбадым, түсін маған айтты, осылай мен докторский чаттан сұраймын, не ішу керектігін деді. Айтты 90 күн витамин А мен спирулинаны үзбеу керек деді. Болды дедім де 2 күннен кейін ақша таптым да алдым. Сіздер сенесіздер ме? Міне әуелі Алла, сосын осы компанияның біздің өнімдер. Сол қызым көрсетіп қойсаңшы, қай өнім екен именно? Витамин А мен спирулина. Осыда менің қызым эпилепсиядан жазды. Машалла. Басын түсірдім. Врачтардың өзі танып тұрды, где очаги дейді. Әр 6 ай сайын басын түсірем, больница жатады кезде. Мынандай очақтар болады, жоқ, тап-таза. Машалла. Судорога жоқ. Міне менің масадан ұзап жататын қызым қазір Аллаға шүкір адам қатарына қосылып Жұмысқа тұрып. Жұмысқа кіріп міне қазір. Ачуақ болып жатыр.